Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай дастарханға сән беретін, жылдам әрі дәмді болып шығатын жаңа жылдық салаттың түрін ұсынатын боламын. Алдымен тауықтың бір аяғын суда қайнатып аламыз. Осылай қайнаған тауықтың аяғын осылай соломка қылып бөлшектерге бөліп аламыз, ұзынша етіп. Осылай бөліктерге бөліп болғаннан кейін 5 немесе 6 штук қайнаған жұмыртқаларды соломка етіп әдемілеп турап шығамыз, ұқыптылап. Жұмыртқаны ыдысымызға салып болғаннан кейін осылай жарты капустаны алып, ұсақ майда етіп әдемілеп турап шығамыз. Міндетті түрде капустаның қатты жерін толықтай алып тастаймыз. Капустаны да ыдысымызға салып, енді кукурузды, яғни жүгеріні салатын боламыз. Бұл банкадағы жүгерінің кішкене суынан да саламыз. Сол кезде салатымыз сулы, дәмдірек болып шығады. Енді қалауларыңызша майонезді қосасыздар, көп немесе біреулер көп болған ұнатпауы мүмкін. Сондықтан өз қалауларыңыз бойынша майонезді қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз осылай. Және үстіне шым-шым тұз қосуды ұмытпаймыз. Енді осы дайын болған салатымызды әдемі ыдысқа салып, жаңа жылдық дастарханға ұсынатын боламыз. Бұл салат көпшілікке ұнауы тиіс, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге каналымдағы рецепттер ұнап жатса, маған тіркеліп қолдауларыңызды білдіріп қойыңыздар.